Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пицца жасап үйренеміз. Рецептін астына жазып кетемін. Бірінші ашытқымыз бен жылы суымызды араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Сосын ұнымызды қосып араластырамыз. Оған сұйық майымызды қосамыз. Осылайша біз ылғалды қамыр илеп аламыз. Ол қамырдың бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Оны біз противеньға май жағып, қамырымызды тегістеп аламыз. Үстіне соусты жағамыз. Үстіне болгар бұрышын, пиязды, колбасамызды саламыз. 180 градуста ысып тұрған пешімізге пиццамызды 20 минутқа салып аламыз. Үстіне сырды салып, және тағы бір 5 минутқа салып аламыз. Міне осындай пиццамыз шықты. Ас болсын.